Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгінгі кезекті подкасттың тақырыбы Таза Қазақстан жобасы аясында Атырау облысында жасалып жатқан жұмыстар жөнінде. Жалпы Атырау өңірінің басты байлығы бұл Жайық-Каспий су алабының экологиялық ахуалы, Жайық өзенінің жағалауын қорғаудың әсері және көгілдендірудің жайы Атырау халқын қазір ең басты алаңдататын мәселелердің бірі болып есептеледі. Соған байланысты біз бүгін студиямызға бірнеше спикерді шақырған болатынбыз. Бүгінгі студиямыздың спикерлері Күмісқалиев Ерлан Асылбайұлы, Атырау қалалық мәслихатының депутаты, қалалық қоғамдық кеңесінің төрағасы. Онан кейін отырған Ержан Нұралин, облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының бөлім басшысы. Және Жайық жағалауын қорғау бағытында алғаш рет облыста қолға алынған экология қоғамдық қоры өкілі Береги жобасы бойынша жұмыс істеп жатқан Атырау облысында Нұрберген Мақым. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Жалпы Жайықтың мәселесі ол Атырау өңірінде осы туып өскен кез келген адамға мәлім, өте жақсы таныс болу керек. Жалпы ресми деректер бойынша өзеннің орташа көпжылдық ағынының қалыпты көлемі 9,46 текше шақырымнан 2022 жылы орташа жылдық ағыны 4,93 текше километрге дейін, яғни 2 есеге төмендеген деген мәліметтер берілді. Бұның барлығы осы Атырау өңірінің экологиялық жүйесінің бұзылуына әжептәуір ықпалын тигізіп отыр, душар етіп отыр былай қарағанда. Қазіргі Жайықтың экологиялық жағдайы қалай? Жалпы Ержан Тұрланұлы, біздегі ресми мәліметтер не айтады? Енді Жайық өзені өздеріңізге белгілі, енді біздің Ресей Федерациясына бастау алатын өзен, яғни біз солардың гидросооружение арқылы тәуелдіміз, өзіңіз белгілі. Мұны айтуыңыз дұрыс, осы көп жылдан бері құрғақшылық болып, даже Жайықтың орталарына аралдар пайда бола бастады. Дегенмен осы 24-ші жылдар өздеріңіз көрдіңіздер, енді ылғалдылық көбейіп, табиғи қауіпсіздік те болады, өзі қалпына келтіріп, енді судың молайғаны былтыр көзіміз жетті, даже көптеген жерлерде су басу фактілері болды. Ол жалғыз Жайық емес, бүкіл облыста да өзендердің бәрі су деңгейі көтерілді. Енді жалпы қалыпты, қазір бір қалыпты ахуал Жайық өзені. Биылғы болжамдар қандай? Енді былтыр енді биіктігі Жайық өзенінің 1041 сантиметрден жетті ғой. Қазіргі уақытта 303 сантиметрде болып тұр. Жалпы кеше бүгінгі болжам бойынша күнбе-күн 1 сантиметр көтеріліп отыр. Әзірге Қазгидрометтің ақпараты бойынша. Бұл шамамен алда көктемде су тасқыны болады деген түсінік пе? Бұл былтырғыдан қандай деңгейде болуы мүмкін? Енді нақты айтылмаймыз, шама деңгейі сол мақсатта болады. Бірақ енді біздің қазір айтып отқан себебі, енді жердің бәрі қанық, жер асты су толық. Енді былтырғы деңгей су келсе, енді ол кішкене қауіп болады деп есептейміз. Себебі жерге сігетін су жоқ. Бәрі тоң бар жерлерде, сонымен кішкене су көтеріліп кетуі мүмкін. Ал енді Жайық-Каспий су алабы дегенде біз тек қана түсінеміз, бұл жаңағы Жайық өзенінің бойы деп. Шындап келгенде Жайық-Каспий су алабы бұл жалпы батыс өңіріндегі ірілі ұсақты өзендерге байланысты. Сондықтан біздің Атырау облысы жағдайында қазір мысалы Еділ өзенінің бір саласы Құрманғазы ауданында Қиғаш өзені, Жылай ауданында Жем өзені, Қызылқоға ауданында Сағыз, Ойыл өзендері. Ал осылардың жағдайы қалай? Енді Қазгидрометтің ақпараты бойынша қазіргі уақытта Қиғашта көтерілу бар, 5 сантиметрге дейін. Ал Сағыз, Ойыл өзендерде, ең оңайларды, оларда мүлдем мұз нөлмен көрсетіп тұр ақпарат бойынша. Оларда қозғалыс жоқ, еріп бастаған жоқ су. Бірақ енді болжам бойынша айтқандай, жер асты су Қызылқоғада да үлкен тоң. Сондықтан енді күрт ерісе кішкене қауіп болады деп есептейміз. Енді осының кеше осы комиссия құрылды облыстан, бүкіл аудан, облыс, қаланың бәрін қазір әлі де аралап жатыр, дайындықтарын, дамыларын қарау үстіндеміз. Ал неге, егер әзірге қауіп жоқ болатын болса, неге алдын ала республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында дүрбелең туындап жатыр? Қызылқоға, Жылай аудандарында су тасқыны болуы мүмкін деген. Бұл не алдын ала? Ол енді әртүрлі ресми, әртүрлі алып қашпай әңгімелер де мүмкін. Біз енді Қазгидрометтің нақты мәліметіне сәйкес сөйлейміз ғой.
нақты деректік. Сондықтан сондай арнайы мекеменің несіне дерегіне сену керек деп есептеймін. Ал Руслан, сіздерде мысалға сіз енді қалалық мәслихаттың депутаты ретінде жалпы депутаттар корпусы ол жергілікті деңгейдегі мәслихаттар болғаннан кейін бұл жерде облыстық, аудандық, қалалық мәслихаттар қазір барлығы бірлесіп жұмыс істеп жатыр ғой, бұрынғыдай дербес өз алдына жеке-жеке емес. Жалпы депутаттар корпусы осы мәселеге байланысты қаншалықты үлес қосып отыр? Мына алдағы жақсы өтті. Алдағы жылға өздерінің жұмыс бағытын қалай жоспарлап отыр? Енді өткен жылы өтті деп отырсыз, өткен жылда да үлкен жұмыстар болды. Әрине жасалды. Әр депутат өзінің жауапты, 3 депутаттан өзінің белгіленген учаскелері болды, соған жауапты күні-түні сол жерде жұмыс жасады. Биыл мен экология тұрақты комиссияның төрағасы бойынша ұсыныс бердім. Ең бастысы осы әңгіме шыққанда біз Ерекла водохранилище су қоймасына барып, сол жерден көзбе-көз көріп, солармен сөйлесіп, қаншалықты бізге су келетін, я болмаса ондай қауіп бар ма, жоқ па, ең басты сол еді. Әңгіме басталған, біз барып, кездесіп, өз көзімізбен көріп, халыққа дұрыс информация жеткізу керек деген ұсынысым болды, сол менің. Орындалды ма? Орындалған жоқ. Неге? Енді мен ойлап отырмын, орындалады деп, енді дегенмен де ол үлкен қауіп бар бізге, үлкен өткен жылғыдан да қарағанда үлкен су келеді деген болжам бар. Ал енді былтырғы жылы дәл осындай жаңа жайбарақаттық немқұрайдылықтың салдарынан мысалы Қызылқоға ауданын су алып кете жаздады. Мына Жылой ауданында дәл сондай жайбарақаттықтан су басып кетті Құлсары қаласын. Жайық өзені бойынша да үлкен қауіп қатерлер болды. Неге биыл сонша немқұрайлыққа салынып жатырмыз? Енді қазір сұрап өтсек, табиғат деген үлкен мекеме құрылды. Менің білуімше Қазсушар мекемесінің барлық ұжымы сол мекемеге ауысып жатыр. Үлкен деген техникамен жабдықталып жатыр, үлкен жұмыстар жасалынып жатыр деп, сол менің ойымша алдын алу деп ойлаймын. Мекеме құрып, жай алдын ала саламыз ба? Кезекті мекеме. Табиғат мекемесі біздің табиғат ресурс басқармасы бағынысты мекеме. Бектемовтің тапсырмасы бойынша құрылған квазисектор мекеме құру жөнінде. Қазір бұның есебінен бұрын су ресурстары министрлігінің теңгерімдегі 12 канал, сосын Ералы су торабы, сосын 3 су желілері Жангелді, Жасқайрат, соларды әзірге алу жұмыстар болды. Қазір енді бастапқы қаржысы қаралды, 2 миллиард 230 мың мекемеге. Енді қазір Қазсушарда қызметкерлерді алу жұмыстары жүріп жатыр. Одан бөлек көптеген техникалар сатып алып жатыр қазір. Енді біздің мақсатымыз болашақта бұл мекеменің рөлі жоғары болады деп есептейміз. Себебі бұрынғыдай әрбір аудандарға әрбір техникалар қояды деген жоспарлар бар. Алдын алу мақсатында. Енді жалпы жайбарақат дегенде қазір жалпы негізі барлық ауданда да жалпы негізі жүріп жатыр. Су тасқынына қарсы Жем өзенінде де үлкен дамбылар жақсы салынып жатыр. Қызылқоға ауданында да көптеген 41 шақырымдай дамбы салынып жатыр мысалы. Барлық жерде жұмыстар жүріп жатыр. Қыс кішкене аяздың қаттылығы кішкене әсер етіп тұрған бар. Жалпы жұмыстар жүріп жатыр, жоспарлы жұмыстар жүріп жатыр. Жалпы енді қызық қой, бізде өзі Жайық өзенін айтамыз. Осыған дейін міне өткен жылға шейін Жайық өзенін ойбай су аз деп келдік. Енді су көп болды. Жалпы енді өзі трансшекаралық өзен болады ғой. Неше жылдан бері Ресеймен осының аясында әлі келіссөздер жүргізіліп жатыр. Айналып келгенде, сайып келгенде Қазақстан Жайықты басқара алмайды. Анық факт. Ол табиғи факторға тәуелді болады, Ресейге техногендік факторларға тәуелді болады. Біз Жайықты басқара алмаймыз. Бірақ тағы бір ұйым құрамыз, оны. Ол енді биыл келген жаңа Иректі су қоймасына биыл келетін бұлар су, келесі жыл келетін бір. Одан кейін жаңағы мәселе құрылған ұйым, кезекті ұйым. Бізде тәуелсіз Қазақстан тарихында қарайтын болсақ, квази-секторда, квази-мемлекеттік ұйымдар, жаңа қосымша ұйымдар, коммуналдық мемлекеттік, коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындар, жаңағыдай мемлекеттің тарапынан бастамасымен құрылған ұйымдардың санынан шатысу болады. Бірақ белгілі бір нәтиже жоқ та, мені таңғалдыратын мына мәселе, өткен жылғы су тасқыны анық көрсетті. Мемлекеттің қолынан келмеген жағдайда, қалай еткенде де, келсін келмесін, қоғамдық ұйымдармен, жалпы қоғаммен, халықпен бірлесіп жұмыс жасаудың оң нәтиже беретін. Бізде енді осындай қалыптасты ол. Кім кінәлі деп іздеп жататын нәрсе емес. Мемлекет қашанда белгілі бір мәселені шешуге келгенде әуелі өз күшіне сенеді, өз күші жетпеген кезде халықтан көмек сұрайды. Бұл жерде енді жақсы әдемі модель қалыптасты.
белгілі бір кейс бекітілді, нақты кейс, кәдімгі сүйенетіндей тәжірибе, модель, әркімге үлгі етуге болатындай осындай кризистік жағдайларда. Бірақ биыл ол тағы қолға алынбай отыр да. Бізде былтырғы модель бар ғой, халықпен қалай жұмыс жасау, белсенділерді табу, ақпаратты солар арқылы ғана беріп отыру, нақты ақпарат көлемін беру, мысалы қосымшалар жасалды, өзендердің деңгейін қарап отыратын. Жаңағы сіз айтып отқан, былтырғыдан көп болуы мүмкін су, аз болып қалуы мүмкін деген алып қашпа әңгімелер былтыр ғана долбар болжамдар. Иә, былтыр ғана өзін судан сақтап қалған облыс үшін, қала үшін, жалпы қоғам үшін. Былайша айтқанда күлкілі нәрсе де, биыл да тағы бола ма, болмай ма, шығып кетті республикалық бақтарға, біреуден алып қашпа әңгіме болар деген. Ондай болмау керек та. Біз өткердік қой басын енді. Үйі өртенген адам келесі жылда биыл тағы өртенген деп отырмайды, амалын жасайды ғой бір реттен кейін. Онда бізде әрекет жоқ. Яғни жүйесіз бізде, систематически. Сөзің өзінде, Нұрбеген. Ержан мырза, осы жерде мен бір мысал келтірейін. Жаңағы үкімет басшысының премьер-министрдің тапсырмасымен құрылған жаңағы табиғат мемлекеттік мекемесі, бұл жаңағы сіздердің басқармаларыңыздың жанынан құрылды ғой. Осы мекеменің осыдан бір ай шамасы бұрын, осы жыл басталғаннан бері қарай біздің жергілікті журналистер сол мекеменің мына алдағы су тасқынына байланысты комментарийін ала алмай жатыр. Мекеменің басшысы ашық емес деген сөз. Яғни мекемеде әлі нақты жұмыс жоқ. Жұмыстың мекеменің құрылғаны жөнінде облыс әкімінің былтырғы өзінің комментарийі бар, айтылды. Дұрыс, әрине, біз қолдаймыз. Жақсы, егер жұмысты дұрыс ұйымдастыра білетін болса, ол мекеме қажет те. Бірақ неге ол халықтың алдына шықпайды? Ашықтық қайда бұл жерде? Енді манағыдай мекеменің бастап кішкене нелері балансқа беру передача адамдарды алу жағы кішкене бастапқыда мәселе болды ғой. Оған жоғарыға дейін көтеріліп, қазір мәселелер басшы түпкілікті шешілді деп айта аламыз. Мен де ескертейін басшысына жақын арада манағы осы құрылған мекеме бойынша ақпарат беру жөнінде басшыға да ескертеміз. Жарайды. Мен де қосып өтсем, мысалға айтып отыр, біздер тәуелді болып отыр. Біздер ақпарат алмай отыр Ресейден. Қанша жұмыс береді, біз үй өртенеді ме, өртенбейміз бе, біз болжам болмау керек. Соның шешімі қандай? Басқа елде. Біз соны зерттеп келдім мен өзім. Мысалға трансграничный дейді, Дунай деген. 14 мемлекетте өтеді. 14 мемлекет. Каждый манағы гидропостта оғының кәдімгі әскерлер тұр. Ол жерге ешкім араласа алмайды. Сол суды қанша өткізетін, қанша ол қауіпсіз болатын, қанша жеткілікті болатын, солар есептеп қана жібереді. Бізде де трансграничный, соған біз бәріміз келуіміз керекпіз. Өзіміз басқара алмайтын болса, оны Ресейден тәуелді болатын болса, онда халықаралық мекемелерден көмек сұрап, соларға кәдімгі өздерінің қарулы күштерін беру керек болды. Бұл халықаралық тәжірибеде бар нәрсе. Мына Дунай өзені өткен ғасырда басталды бұл. 14 мемлекеттің территориясынан өтетін Дунай өзені бұл. Трансшекаралық бізде 2 мемлекеттің бар болған. 14 мемлекет өзара келісім келді, енді Еуроодақтың аясында. Бірақ өткен ғасыр болғаннан кейін бұл социалистік лагерьдегі елдер болды, басқа болды. Бұлар да банағы сіз айтып отырғандай халықаралық ұйым тәжірибесіне жүгінді. Өйткені 14 мемлекет 2 мемлекет өзара келісе алмай жүр, неше жылдан бері 14 мемлекеттің бір өзінен келісу қиын ғой. Әркімнің экономикалық мүддесі бар, басқа да мүдделері бар. Бұлар сол халықаралық шарт негізінде буферлік зоналарға сіз айтып отқандай банағы ешкім ол жерге кіре алмайды. Экологиялық буферлік зона болды. Ол жерде ешқандай адамның да табиғаттан басқа адамның ешқандай әрекеті болмау керек, орналмау керек. Осындай мәселе құрды, көтерді. Біз енді Жайық өзенін талқылап келе жатқанымызға неше жыл болды. Оның біз әлгі өзі солай 90 жылдардан бері өтпей жатқан жыр ғой бұл. Тарихи мәселе ғой. Ең өзеннің астында тұрмыз да біз. Үстімізде Магнитогорсктан не келіп жатыр, Құдай біледі, неше түрлі металдар, оның бәрін ешкім зерттеп жатқан жоқ. Жалпы сөзің өзінде, Нұрбеген, жалпы бұл мәселені Ержан мырза, мысалға бір заңдастыруға болмай ма? Мысалға былтырғыдай аяқ астынан жаңағы төтенше жағдай жарияланып жұмыс басталып кеткен мезгілде, хотя бізде су әлі Қазақстан шекарасына кірген жоқ, Орынборға жеткен жоқ әлі. Сол кезде айқай басталды біздер. Штабтан шығып бардым, Атырау облысын су басады екен әңгіме. Сондай халықтың арасында дүрбелең туғызатын, әртүрлі мәліметтер тарататын, болмаса жаңағы мәліметті бола тұра жаңа табиғат мекемесі сияқты халыққа ресми мәліметті құлақтандыра алмайтын сондай жағдайда мысалға белгілі бір дәрежеде жаңағы заңмен шаралар қабылдауға бола ма?
қазір ондай қабылданған біздерде қолданыстағы заңнама бар ма? Енді нақты айта алмаймын. Енді әртүрлі манағы бейресми ақпарат таратқан үшін әкімшілік нелер тартылады ғой жалпы. Иә, жалған ақпарат тарату бойынша заң бар ғой. Бірақ оның қазіргі таңдағыдай ақпарат ағынында жалпы ондай реттеу, қолмен реттеу механизмдері деп аталады ғой, енді ручное управление. Ол нәтиже бермейді. Ақпарат тарап кетті, ол 3 сағат тұрсын мейлі, одан кейін сіз жаңағы заңды әрекетін тыйым салып жауапкершілікке тарттың, 3 сағаттың ішінде тарап кеткен ақпарат ол бүкіл халықтың құлағына жетеді. Батырлар да жалпы ескертті ғой. Мана интервьюлерде басшылары интервью сол кезде мана ресми ақпаратқа сеніңіздер. Сенбеңіздер. Мана тек мана әкімдік ресми ақпаратқа сеніңіздер. Бірақ енді халық көп. Мәселе неде білесіз ба, бұл жерде ресми ақпаратқа сеніңіздер айту дұрыс орында. Халықтың неге мынандай дүдамал ақпараттар, халық қашпа әңгіме өсек неге туындайды? Ресми ақпарат болмаған кезде. Әрине. Ресми ақпарат дер уақытында шығып отыру керек. Кәдімгі дер уақытында халықтың алдын алып бару. Бізде қалай болады? Алдын ала ақпараттандырылуы керек. Әрине. Ресми ақпарат қалай болады бізде? Мына ақпаратты берем дейсіз. Бізде енді мына ақпаратты берем деп айтатын болса, кез келген бөлім басшысы міндетті түрде басқарма басшысы мынандай төтенше жағдайда оған тиісті соны қарайтын штабтың басшысы ма, комиссия басшысы ма соған жібереді. Біз мынандай ақпарат, ол оны дер кезінде қарай ма, сол мына ақпарат жіберіңдер деп. Ол кезекті бір хабарланып шонымен жетті. Айналды 3 сағат өтеді. 3 сағаттың ішінде ескіріп қалады. Мәселе бұл қолға алынған болар деп есептейміз. Былтыр енді үлкен сабақ болды, көптеген нәрсе. Сол үлкен сабақ болды. Биыл барынша енді орын алмайды деп есептейміз. Қазір арнайы штаб, комиссия әлі облыс әкімінің шешімі ашық, төтенше жағдай деген жабылған жоқ. Соның бәрі кішкене осы. Ол былтырдан бері жалғасып кетті ғой. Жұмыстарды тез жасау мақсатында бұл бағытта жұмыстар жүріп жатыр енді жалпы. Ал енді жалпы енді Жайық өзенінің біздерде трансшекаралық екені, екі мемлекетке ортақ екені ол анық. Басқаша нәрсе тек қана жаңағы нақты құжаттармен ресімделмей отырғаны болмаса, ал солай бола тұра, соны біле тұра, біздің Қазақстанның аумағында да, Ресейдің аумағында да қаншама Жайықтың бойында өндірістік нысандар бар, қаншама өндіріс ошақтары бар. Бірақ солардың барлығы Жайықтың тазалығын сақтап отыр дегенге мен мысалға күмәнім бар. Себебі осыдан 5-6 жыл шамасы бұрын, 18-19 жылдардың шамасы болу керек, жаздың кезінде Жайық өзенінің судың түсі жап-жасыл болып кетті. Оған ешкім нақты ақпарат берген жоқ. Біреу былай етті, біреу былай етті. Ақыры сол жабулы қазан күйінде қалды. Ал бұл былай қарап тұрғанда Жайықты өлтірумен тең, қолдан өлтірумен тең. Біз сонда ертең ұрпағымызға не тастап кетеміз? Жалпы Жайықтың ластану көзі жазылған ғой. Ресей Федерациясында өндірістік жағасында, өндірістік өнеркәсіптердің тарапынан да жазылған. Енді Жайықтың ұзындығы шамамен 2,5 километр ғой. Оның 1100 осы Қазақстанның шекарасына кіреді екен. Оның 1300-і тек Атырау облысына қарайды екен. Яғни ең төменгі жағында. Енді былтыр жылы су тасығанда көптеген ағаштар шығарылды. Енді оның 300 шақырым бәрін бірдей тазалады деп айта алмаймын. Дегенмен елді мекенге жақын қала маңындағы ағаштардың бәрі тазаланды. Енді өздеріңіз соның аясында Таза Қазақстан акциясы өтті. Соның аясында көптеген жұмыстар жасалған. Мысалы ақпараттарға сүйенсек, былтырғы жылы қаланың өзінде 30 сенбілік өткен екен. Соның 2000-ға жуық тонна мусорлар шығарылған екен. Енді биылғы жыл осы ол енді Таза Қазақстан тек Жайық койын тазалау емес қой. Онымен әртүрлі қаланың ішінде двор дейміз ғой. Соның ішінде беговой дәуірші, игровой нелер салып бәрі жатады. Енді осы заң енді мен ойлаймын бір жағынан Таза Қазақстан акциясы бір жағынан адамға патриоттық сезім беру керек та. Мен өзімнің елім шашпаймын деген сияқты. Көп кеше мен әлеуметтік жерінде көріп жатыр. Балық аулаған жерлер шашып кетіп жатыр. Оның бәрі адам патриоттық сезім жоқ деп есептейміз. Адамда әрбір адамда патриоттық не болу керек, шашпаймын деген сияқты. Енді осы Таза Қазақстан аясында биыл кеше осы ақпанның ішінде 25-29 жылдарға тұжырымдағы қабылданды. Мына облыстық мәслихатпен бекітілді. Сол бағытта көптеген тармақтары бар. Ішінде бұл тек мана ішінде
штраф та салу бар, полицияның да қызметі, барлық қызмет қамтылған. Енді алдағы уақытта бұл бойынша да атқарған жұмыстар қосымша береміз. Негізі мен ойлаймын, осындай бастамалар көтереміз ғой біз, әдетте көрдіңіз бе мына штрафта қамтылған, полициямен қамтылған. Осы мәселелер бізге алға тартамыз да, шектеу, тыйым салу, жазалау мәселесі да. Қазіргі таңда енді біз бір нәрсені анық түсіну керекпіз. Біз енді шектеу, айыппұл көп бізде мемлекетте, оны білесіздер. Халықта бізде суды пайдалану мәдениеті жоқ екенін мойындау керекпіз. Алдымен үлкен факт, су пайдалану мәдениеті жоқ. Енді қазіргі таңдағыдай жағдайда, мынандай техногендік даму заманында үлкен мәселелер туындап отырған жағдайда автокөлік жууды ауыз сумен жуу деген бұл өте өрескел нәрсе. Біз осы нәрсені реттей алмай отырмыз. Осы нәрсе тіпті моншаға да біздер ауыз суды пайдалану. Ауыз суды бізде әлі күнге шейін су пайдалану мәдениеті жоқ. Бірақ солай бола тұра, енді оны айыппұлдармен, шектеулермен оны бәрі енгізе алмайсыз ғой. Біз айтамыз, енді 50 жылда тіпті және Жайық өзені, мысалы, олар орыстар Урал дейді ғой, маңызды емес орыстар үшін. Сайып келгенде маңызды емес. Оларда ең мықты ар жағындағы өзендер бар, керек болса каналында тартылады. Мына жағында Еділ тұрғанда Жайық олар үшін. Жайыққа қарап тұрған ештеңе дым жоқ олар үшін. Мына жағында Еділ, ар жағында Ертісі, Ленасы жатыр, толып тұр өзен оларда. Жайық олар үшін жылға сияқты бізде. Ойыл жем мән бермей келдік қой күні кешеге шейін. Ойылды сол. Ал енді Жайық мысалға бізге керек. Әрине. Атырауға керек. Жалпы Атырау облысының тұрғындарына керек. Себебі осы жердегі өндірістің, тіршіліктің негізгі, өмірдің негізгі тіні осы Жайықта тұр. Мәселе мынада, тіні барлығы Жайықта болғанмен біз мына нәрсені анық түсіну керекпіз. Бұл Жайық енді азая береді. Біз оны сақтап, мына біздің жобамыздың береги деп аталғанда сол, ол біріншіден жағалаулар болса, екіншіден сақтап қалу. Жайық азая береді. Оны бұл ешқандай жаңағы дау-дамайға түсетін, пікірталасқа түсетін мәселе емес, Жайық азая береді жыл сайын. Біз осы уақыттың ішінде әлгі Жайық суы бітіп, адамдарға мөлшерлеп су беретін кезде халық абдырап қалмас үшін қазірден бастап, мына балаларымызға, өскіншектерге, жеткіншектерге сіңіре беру керекпіз су пайдалану мәдениетін. Оларға суды екінші рет қайта пайдалану техникалық тұрғыда қалыпты жағдай екенін, жаңағы ауыз судың мәселесі былай пайдаланатын, әр үйдің астында суды фильтрациялау құрылғылары болу керек екен, қайта пайдалану болады екен, космоста тазарту құрылғылары бірнеше рет пайдалану болатын. Әзірден бастап мектеп бағдарламасында жаңағы әлеуметтік желілер арқылы, ақпарат құралдары арқылы адамның бойына сіңіріп, ол қалыпты жағдай екен түсіндіре беру керекпіз. Сол кезде Жайық өзені тартылып, біз су ресурстарынан жаңағы өте аз пайдаланатын деңгейге жеткенде, біз оған ешқандай несіз өтеміз, қиындықсыз өтеміз. Халық оған дайын болады ішкі жағдайда. Ал осы жұмыстарды кім жүргізу керек? Бұны мемлекет жүргізу керек. Мемлекет жүргізу керек. Мемлекет жүргізгенде мемлекет өзі, біз енді осы 30 жылдың ішінде көрдік қой, мемлекет нәтижелі кейс ұсынамайды, ешқашан нәтижелі портфолио ұсынамайды. Ол әлемдік жаңағы шетелдік белгілі тәжірибелерді алып келеді, және сол мұртын бұзбастан сол күйі салып жібереді. Ал бізде қоғамдық, әлеуметтік, басқа мәселелер жетіп артылады ғой. Бізге икемделу жоқ. Бізде мына нәрсе анық білінді. Бұны мына Қызылқоға ауданындағы мына Ойыл өзенінің сақталуы бойынша жергілікті белсенділер осы кейс мықты кейс екенін көрсетті. Өздерінің күшімен соңғы технологияларды пайдаланып отырып, бірнеше бөгетті анықтады, олардың бұзылуына жол жасады. Былайша айтқанда, мемлекеттің жасайтын жұмысын. Бұл жерде ең бірінші ойыл, қиыл, жемсағыз дейтін бастама Атырау газетінің редакциясынан басталды. Соған жаңа жергілікті белсенділер тартылды. Сол кезде жаңа айтуың орнында тек қана Ойыл өзенінің бойынан Ақтөбе облысының аумағында 56 бөгет қолдан жасалғаны пайда болды. Анықталды. Енді біздер сондай жағдайда, сондай жаңағы нәрселерді, мысалы Жайық өзенінің, Жем өзенінің, болмаса жаңағы мына Қиғаштың бойынан біздер анықтай алып отырмыз ба? Ондай нәрсе жоқ қой бізде. Ал енді сол үшін мысалы республикалық деңгейде құрылған біздерде Байтақ Жасылдар партиясы дейтін бар. Ол не істеп жатыр қоғам үшін? Иә, дұрыс айтасыз. Бұл ортақ нәрсе ғой. Әрине, мен өкілі болғаннан кейін, осы Атырау облысы бойынша төрағасы болғаннан кейін, Байтақ Жасылдар партиясының Күмісқалиев Руслан тағыдайды өтін Таза Қазақстан деген манағы керемет жоба басталды. Біз ұсынып едік. Таза Қазақстан деген ол өзінің манағы Нұрберік айтқандай өзінің культурасы болу керек, мәдениеті болу керек. Ол барлық мусор жинап алып бір жерге емес, оны бөлу керек еді. Сол жерден басталып көрсету керек. Сұрыптау керек. Сұрыптап бөліп, пластик бөлек, темір бөлек,
біздер қазіргі өкінішке орай барлығын жинап алып бір жерге апарып жатыр. Ол жерден мәдениетті біз сөзден көрсетуіміз керек еді. Қалай Блоктың сөзі ма біреу бар еді ғой, мәдениет әжетханадан басталады. иә, содан басталу керек, бірақ дегенмен де қазір енді жақсы жұмыс жүріп жатыр, тазалықты көріп жатыр. Айтайын деген мынау сөзіңіз аузыңызда, жалпы айтайын деген мынау, біздер кез келген бағдарламаны қабылдасын мемлекет, қабылдайды ғой. Оның шешімдері бір кабинеттерде жазылмау керек. Оның жүзеге асыру жолдары кабинеттерде жазылмау керек. Мынау жергілікті өкілдер осы кейсті халықтың ортасында жазсын. Әрине, осы кейсті пайдаланып, мына ойл қиылыс, өзіңіз айтқан жемсағыз, керемет кәдімгі кейс, иә, көрсетуге болады. Қалай жергілікті әуелі бастама көтерілді, бізде кез келген мәселе әуелі резонанс туғызу керек, қоғамда содан кейін қарайды ғой. Бұл жерде сондай жүйе қалыптасты, бұл белгілі бір атқарушы билікті кінәлау, оған кінә артумен жауапкершілік өзі солай, бізде вертикаль власть дейді, солай қалыптасты. Үлкен мәселелерді қозғау үшін міндетті түрде резонанс керек. Осы кейстерді әдемі пайдалануға кез келген экологияға қатысты мәселеге. Өйткені сол жердің жергілікті экологтарынан, сол белсенді азаматтардан артық ешкім білмейді. Өйткені бізде жұмыс жасау әдісі мемлекеттік салаларда ол белгілі бір өзіңізге берілген мынау жаңағы қызметтік нұсқама бар ғой, должностной инструкция. Соның аясында белгілі бір бекітілген протоколдардың аясында ғана жүзеге асыра алады. Ол түсінікті нәрсе. Онда неге біздер әлі күнге дейін тек қана жоғарыдан берілген нұсқауды ғана орындаймыз? Неге өзіміздің ішкі мәдениетімізді неге іске қоспаймыз? Оны енді қараңыз, ол өзінен өзі қалыптасып келе жатқан дүние, иә? Бірақ эволюциялық жолмен қалыптасып жатыр, ол өте баяу жүреді. Мысалы енді белгілі дәрежеде жүрді ғой, мысалы өткен ғасырдың басында ағартушылықпен айналыстық, білім беру емес, алдымен ағартушылық керек деді. Мысалы бізде қазір ешкімді білімсіз деп айта алмайсыз, бірақ ағартушылық жоқ, экологиялық ағартушылық жоқ. Неліктен қалдықты бөліп жинау керек, неліктен суды үнемдеу керек, неліктен тісті бір стақан сумен жаюға болады, неліктен деген ағартушылық жұмыстар жоқ. Оны кім айналысу керек? Әрине мемлекет айналысу керек. Бірақ мемлекет оны олай деп санамайды. Өйткені біз рейтингтер бойынша орта білім беру жөнінен алдыңғы 10-қа кіреміз, әлемде жоғарғы оқу жөнінен алдыңғы 20-қа кіреміз деген біздің халық сауатты деп айтамыз біз. Оған мойын бұратын мәселе жоқ. Оны жергілікті үкіметтік емес ұйымдар жүзеге асыру керек, қоғамдық тастар жүзеге асыру керек. Сауат білім беруді. Енді қазіргі таңда мысалы экология қоры өткен жылы жағда сырттан қолдау арқасында жүзеге асырды мектептерде осы сауаттылық. Бұның ішінде жаңа тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау, көгалдандыру, суды үнемді пайдалану секілді бірнеше бағыттан, 12 бағыттан тұратын Боран Санбаев атындағы мектепте жүзеге асырылды. 40-ші мектепте жүзеге асырылды. Соның аясында оқушылар 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушылар толықта экологиялық сауаттылыққа ие болды. Оларға соның арқасында мына өздерінің ары қарай алған білімдерін практикамен жасау үшін аулаларына мысалы салынды, жаңа жылыжай салынып берді алдын ала. Соның ішінде олар жаңағы. Міне, тамаша, осындай жобалар, мысалы Береги жобасы жасап жатқан жұмыстарды, Ержан Тұрланұлы, сіздерде бір осындай қоғамдық ұйымдарды, болмаса үкіметтік емес ұйымдарды басын біріктіріп, осылардың жұмысын қадағалайтын біреу бар ма бізде жалпы мемлекеттік органдар тарапынан? Осылардың жұмысын барлығын бір бағытқа қарай бұратындай жаңағыдай тазалық мәдениетіне. Енді тікелей біздің басқармада бар деп айта алмаймын. Енді өзі облыстың ішкі саясат басқармасы бар. Осы сала арқылы мүмкіндік болатын бар ұйымдастыру. Жоқ, үкіметтік емес ұйымдар енді бізде ішкі саясатпен басқарылады бар. Бірақ бұл жерде енді сөздің шыны керек, әлгі жауапкершілікті біз атқарушы билікке ысыра салып, болмаса атқарушы билік өздері де жасап жатыр ғой дейміз. Кім бірінші қол созады деп отырмау керекпіз да? Бұл жерде үкіметтік емес ұйымдардың да қателігі болуы мүмкін, өйткені өздерінің басы бірікпейді. Мысалы экологтардың, Атыраудың экологтары басы біріксін, белгілі бір құжатты қабылдасында, сол құжатпен атқарушы билік өкілдеріне шықсын. Меморандумға қол қояйық па, бізге бағдар беріңіздер, сіздер қай салада жұмыс жасап жатсыздар, біз сол бағытта бізде жәрдемімізді көрсетейік. Еріктілер тарту ма, жаңағы ағарту ісімен айналысу ма, экологиялық сауаттылық па, ол үшін қаржы да алмай қояйық деген мәселемен көтеретін болса, бұл жерде көріп тұрсыз ба, бұл жерде кінәліні іздеу қою керекпіз біз. Жалпы қаржысыз мәселе шешіле ме қазіргі заманда? Енді шешуге болатын болар, өйткені айналып келгенде ортақ мәселе ғой, шайық мәселе. Енді қаржысыз мәселе шешу қиын ғой, енді қазірдің өзінде білесіз. Бірақ ортақ мәселелерде тым құрса аз көлемдегі қаржымен шешуге болатын болар. Қосып өтейін, Нұрберген әріптесіміз айтқан, енді сөзіңізді бөлейін, сөзіңіз аузыңызда деп.
мына Жайық өзеніне қайтып келетін болсақ, аралдар пайдалы болды. Осы су үнемдеуін біздер әлі мәдениетін қолданбай отырық дегенмен, жайық деп келатырғанын біз Каспийді ұмытпауымыз керек. Каспийдің жағалауы деген бәленбай шақырымға бізден қашып кетті. Және су жүзінен жылда көтерілетін тонна шаң мен тұздың ол адамның денесіне кірсе, ол шықпайды ештеңемен. Теңіз табанының топырағы, ауыр тұздар, мелкодисперсионный пыль дейді. Сол адам ол біздің жерімізге де әсерін тигізіп отыр. Флора мен фаунаға көптеген жерлер пайдасыз қалып отыр. Эрозия ұшырайды. Мысалға 2000 өткен жылы Ресей Федерациясына бар жасылдар партиясымен кездескенде олар мойындап отыр. 2025-те 500 шаршы километр пайдадан қалады деп. Ол Астрахан облысы, ол Калмыкия және Дагестан. Олар қалай жоспарлап отыр оны? Олар бірнеше шешім беріп отыр, бірақ оларды да қолдамай отыр үкімет. Бізде қанша пайдадан қалады, біз білмейміз. Оны ешкім зерттеп отырған жоқ. Онсыз да шөлшөлейтін жеріміз ғой біз былайша айтқанда. Қазірдің өзінде, мысалға, енді әріптестеріміз біледі, Атырау қаласында тал отырғызатын жерде қалған жоқ. Жер асты су деген кәдімгі бетіне шығып тұрған бізде ықшам аудандар бар. Ол мен өзім қарасты Мирас, Жұлдыз аудандары жылда суға кететін. Жалпы жаңа теңіз тамағы дегеннен шығады. Бізде қазір жаңа Ержан сіз айтып отырсыз, жердің барлығы қанып тұр. Былтыр су жаңа ойылдан да, жемнен де, жайықтан да, барлығынан да, қиғаштан басқасына барлық өзендердің барлығынан да толық келді. Судың барлығын қазір біздер осы жерге дейін тіреп әкеліп қойдық. Енді амандық болса, осы көктемде су келетін болса, ол су барады ана теңіздің тамағына барып тіреледі. Сол жердегі жаңа қамыс па, қоға ма жаңа теңіздің бұрынғы жағалауындағы. Сол жерге барып тіреледі де кері тебеді. Себебі біздер былтыр мына Соколок каналында, Сарыөзек каналында екеуінде қазған мезгілде теңізге дейін жеткізген жоқпыз. Тек қана ана жерге апарды да теңіздің бұрынғы табанын апарып шығарды да жібердік, болды. Ары қарай кеткен жоқ. Ендігі мына Доссор бағытында да болмаса жаңа мына Құрбанғазы ауданының бағытында да келген судың барлығын автокөлік жолдары тіреп тұр. Алдағы көктемде не болады? Қалаға қауіп төнетін сияқты ендігі жалпы енді мынау теңіздің несін тамағын ашу бойынша құрылыс басқармасы жалпы жұмыстар жүргізіп жатыр ғой. Енді биыл менің кеше информация бойынша жалпы жоба жайықты түп тереңдету. Ол 52-де 1 километр, қазір соның 50-де 5-і орындалып тұр. Биылға қосымша сол жұмыстарды аяқтауға 500 миллион деші ақша бөлініп тұр деп бізге информация. Бұл апрельге дейін жұмыстар аяқталады деп толықтыр. Жалпы қазіргі сіздердің болжамдарыңыз бойынша жайықтың суы енді жақсы 2024-те келді, 25-те келеді. Тәжірибе бойынша бұрынғы ойлап қарағанда логикалық тұрғыда 26-27 жылдар келе ме? Сіздердің болжамдарыңыз қандай? Қазгидромет болсын, бір белгілі бір мемлекеттік орган бар ғой бұл жерде жаңағы. Бұл айналысатын Қазгидромет қой, бізге бірақ енді нақты бұл бойынша нақты информация берген жоқ. Бізге тек қазір күнделікті, күнбе-күн ақпаратты алып отырық. Енді нақты айта алмаймын. Сонда біздерде келешекке деген стратегиялық жоспарлар, болжамдар жоқ. Бірақ бағдарлама бар 29 жылға шейін. Сонда қалай? Мысалға 93 жылы су келген мезгілде 90 жылдан бастап Каспий теңізі көтерілу процесі басталды. 92, 93, 94, 95 3 жыл қатарынан Жайық өзені кәдімгі ернеуінен соғып осы қаланың кейбір аудандарын су басты. Енді толықтай жаңа қауіп төндірген жоқ та, бірақ су шықты. Содан кейін 96-тан бастап су тартылып кетті. Міне осы кезге дейін, 24 жылға дейін. Міне осындай алдын ала болжамдар жасалу керек емес пе? Бұны кім жасайды енді? Әлде үкіметтік ұйымдар жасау керек пе? Әлде жаңағы қоғамдық бірлестіктер, партиялар жасау керек пе? Кім жасау керек бұл жерде? Білесіз, мынандай кейс бар. Ганг өзені бойынша ең лас өзендердің бірі ғой әлемде. Үндістандағы ең лас өзендердің бірі. 2014 жылы оларда мемлекет қабылдады, Гангты таза Ганг деп аталу керек. 3 миллиард доллар бөлді. Сол кезде бақылаудың барлығын үкіметтік емес ұйымдарға берді. Қазіргі таңда енді Ганг өзені тазартып кетті деп айта алмаймыз, бірақ белгілі дәреже мөлшерде тазаланды. Өлі су деп Темзаны айтты өткен жылдары. Өлі су деп айтты. Бұны да бақылауда
үкіметтік емес ұйымдарға берді. Экопосттар қойылды арнара. Сонымен қатар яғни еріктілер. иә, Гудзон өзені болды. Оған General Electric 1944-1977 жылдар аралығында 47-77 миллион тоннадан астам улы зат төккен. Оны да бақылауды, қадағалауды берді үкіметтік емес. Енді қараңыз, Канадада, Жапонияда ең таза өзендердің бірі болып саналады, су қоймаларының. Бұлардың бақылауы бірден бір үкіметтік емес ұйымдар. Үкіметтік емес сондай заң механизм жасалған, үкіметтік емес ұйымдар қоғамдастықтар есеп беріп отырады. Мемлекетке есеп беріп отырады судың жаңағы тазалығы, норма күй жөнінде. Жапонияда оқушылармен оны қалай біледі? Судың таза емес. Енді арнайы гидропосттар, нақты механизмдер қондырылады. Мысалы, мемлекет гидропост салып береді де, сол гидропостқа белгілі бір үкіметтік емес ұйымды. Жапонияда мысалы оқушылар мен студенттер, олар сол кезден бастап біледі судың қандай пайдасы. Осындай тетіктер қолдануға бізде болмай ма? Жалпы гидробекет, автоматты гидробекет құрылғылары жалпы бізге қондыруға қазір қаржы бөлініп жатыр, 5 осы жайық бойынан. Бұл мана арнайы өзінің базасы болады, сервері болады, күнбе-күн мана арнайы бір неге әкеп құятындай. Соның қазір ақшасы осы төтеншеге байланысты бастап жатыр. Арнайы Қазгидромет мекемесі арнайы өздері мекеме тапты. Қазір бұйырса Орал жақтан солар енді айналысып отыр. Онда да көрдіңіз, онда да судың тек деңгейін мысалы біз әлі білмейміз, қандай категориялар бойынша, қандай пункттер бойынша судың сапасын тексере ме, сапасын тексере ме, температурасын, енді температурасы көлемі белгілі, сапасы тексеріле ме, сапасы тексерілсе қандай бағыттар бойынша тексереді. Бұл мәселелер біздің тарапымызда да ұсыныс берілді программистерге, чтобы халыққа да доступный вариант. Бізде мысалы мына орнатты ғой, компаниялар атын айтпай ақ қой, атмосфераның бақылау құрылғыларын. Сол секілді беретін болса, сондай бағытта. Мысалға үлкен сұрақ сіздерге де мүмкін білетін боласыздар. Жайық өзеніне тазалығына жауапты мекеме қай мекеме білесіздер ме? Білмедім. Жайық су деген мекеме бар екен. Ол қайда екен? Ол осы Атырау қаласында бірнеше рет мен өзім кездесуге шақырдым, бірақ манағы айтқан сияқты пока сіз айтқандай ол жабық түрде шықпай тұр, комментарий ала алмай отыр. Мысалға өткен жылы бір үйден 2 бала мына первый час жақта суға кетті. Бір баланы тапты, екінші баланы таба алмадық. Басынан аяғына шейін сол ағайындармен бірге жүрдік. Сол водолаздар түскенде сол жерде 2 үлкен труба жатыр екен. Жердің астын 2 жағын кесіп тастаған. Судың астында. Ол трубаның диаметрі адам бойымен бірдей дейді. Ол қай жылдан бері жатыр? Ол мұнай трубасы ма, газ трубасы ма? Ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Кім ол тастаған ол жерге? Мүмкін ол тазарды деп, мүмкін жұмыстар жүргізілген де олар. Ар жағына өтсек, жаға жағында, енді өздеріңіз білесіздер, біздерде қазан жібереді, бақылашқа жібереді, осы жерде. Сол жерде бар зерттегенде автобус жатыр екен, суға кеткен. Ал енді басқа жерде зерттеген жоқ, қараған жоқ, мен өзім сол водолаздармен бірге жүрдім сол жерде. Енді ілгерде айтып отқандай мәселе ғой. Біз құрылған мекемелердің атымен санынан шатсамыз, олар бір-бірін кейде қайталайды, міндеттерін, мақсатын бір-бірін қайталап отырады. Сосын олардың аты барда заты жоқ болып шығады. Жабық, олар кімге есеп беріп жатыр? Дәл осындай мәселе бізде Атырауда, мен ар жағын айтпай ақ қояйын, 2000 жылдан бері қарай Атырау тек қана Атырау қаласының өзіне егілген тал теректің көлемін егер айтатын болсақ, жаңағы ресми мәліметтерден, енді газеттерде бар ғой жазылған, соларды шығарып айтатын болсақ, ендігі Атырау қаласының орман басып кетер еді. Ал қазір енді бұл естіп отқанын тағы білмейміз, және жақында тағы осы естіп отырмыз, Каспий талы дейтін ағаш егілу керек екен. Егілу керек болғанда береге жобасы бойынша. Береге жобасы бойынша Каспий талы деген Ива Каспийская деп аталады. Қазір жабайы күйде өскен ағаштардың бірі. Бұл мынау жағалауды бекіту. Жағалау топырағын бекіту, шайып кетпеу үшін топыраққа егілді. Бұл енді таза Қазақстан жобасынан бұрын басталған жоба еді. Одан су келіп қалды, бұл шегерілді. Одан кейін тағы осындай мәселелер болды. Әтшейе салынған жоқ, толыққанды жұмыс жүргізілмей жатыр. Бірақ бұл мәселенің мынау, бұл тек бір бағытта емес, Каспий талы аясында жаңа біз айтқандай экологиялық сауат ашу, ағарту бағытындағы жұмыстар жүргізу, еріктілерді тарту, соларға ағаш егудің, көгалдандырудың, су үнемдеудің бағыты бойынша осы ілгеріде айтып өткен бағыттар бойынша атқарылатын жұмыстар. Каспий талы ағашы дегеніңіз кәдімгі бұта ғой, тал ғой, тал. Сол талды егу ол эндемик болып саналады, яғни тек қана бізге тән өсімдік.
сол себептен бізде тез өседі, тез тамыр алады. яғни жерсіндірілген. Иә, өзі табиғи түрде жерсіндірілген эндемик болып саналады. Ал енді мына қаладағы ағаштар келетін болса, осыдан 5 жыл болды ғой. 5 жыл болып қалды. Қазір толыққанды бітті деп айтуға болады. Атыраудағы ағаштардың өсімдіктердің паспортизациясы жасалды. Сонда қанша Ағаш бар екенін нақты айтылып, міне жасалып бітеді биыл паспортизация сол кезде бітеді. айтылады. 5 жыл бойы жүргізілді паспортизация. Яғни түрі, жасы, көлемі, кез келген ағаштың мысалы. яғни әрбір түп ағашқа Иә, паспортизация жасалды енді. Нақты түгел болмағанмен, мысалы сіз қарағаш, қанша қарағаш бар десеңіз шығарып береді, қанша клен, басқа орташа жасы, үлкен жасы. Бұл енді ауқым жұмыс қой, ағаш көп қой. Иә. Бірақ қолыма есептеп шықты, бұны қателеспесем, Казмосдорстройдың жасыл болашақ деген бағдарламасы 5 жылдық үлкен жоба болды бұл. Мынау қазір енді біраз жыл көріп жүрсіз ғой, соңғы уақытта мына Азаттық даңғылының бойы жасыл желекке, газонға шалғын өсірілді, ағаштар егіліп жатыр. Осыны алды, бірақ мына ненің кесірінен тоқтап қалды ғой, біраз мынау төтенше жағдайдың кесірінен. Бірақ бізде Ержан мырза, осы мәселелер сонда мынау басқарма тарапынан экология департаменті бар, жаңағы сіздердің табиғат ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы бар, басқа да жаңағы осыған дейін болған құрылымдар бар, жұмыс жасап жатқан құрылымдар бар. Солардың ешқайсында облыс бойынша осындай тал көшеттердің саны жоқ па, нақты саны? Ешкім жүргізбей ме оны? Жалпы біздер енді біздің басқарманың несі орман бойынша бізде қарасы 4 орман шаруашылығы бар. Иә, ол белгілі. Иә, ол сол бағыттағы талдар бойынша мәліметтер бізде. Енді общий тал бойынша енді қазір бізде мына жеке мемлекеттік әріптестік ретінде осы 2022 жылы басталды ғой. Енді соларды қазір мана сіз айтуыңыз дұрыс. Қазір оларды мана паспортизация жасап түгендеп, енді манағыдай дальнейшем әрбір адам мына қай жерге тал еккізгісі келеді мысалы. Сол жерде базада қарағанда ана жерде тал тұру көрініп тұру керек, мына жерге еге алмаймыз дейтін вопрос болу керек. Сондай бағытта енді жұмыстар жүріп жатыр. Енді қаламен бірлесіп. Сіз бана сенсеңіз айтқаныңыз дұрыс, осының басында анықталды паспортизация. Қазір мысалы сіз тал еге алмайсыз кез келген жерге барып. Неге? Мен өзімнің ауламның ішіндегі. Жоқ, аулаңа еге аласыз, аулаңызға еге аласыз. Иә, егер аулаңыздың астынан су шықпаса. Үлкен мәселе болып тұр қазір. Жер асты сулары. Су шығып кетсе, сіз отырғыза беріңіз ағашыңызды. 2 жылдан кейін өспейді, тамырын жеп қояды. Тұзды су. Бізде үлкен проблема сол. Ағаш егіліп жатыр ғой. Тіпті күтімде қарағаштарда бір жақсы 1 жыл күтсеңіз, болды, ары қарай тамыр алып кетеді. Тамыр алады, 2-ші жыл тамыр ана тұзды суға жетеді де өліп қалады. Үлкен проблема. Атырауды көгалдандырып тастау. Әрине, бұл көгалдандыру мәселесі Атырауда өте үлкен, өте күрделі проблема. Бұл жылдардан жылдарға жалғасқан үлкен, өте маңызды мәселе. Сондықтан бұл тақырыпқа біз келесі түрілейік. Біздің де арнайы шектеулі уақытымыз болады. Сондықтан көрермені жалықтыру болмас үшін осы жерден әңгімемізді тоқтатсақ. Рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге. Құрметті көрермен, жалпы Жайық Каспий су алабының мәселесі, жалпы осы Атырау өңіріндегі экологиялық жүйе бойынша, экологиялық ахуал бойынша проблемалар бұл ешқашан өздеріңіз жаңа естіп білгендеріңіздей шешімін таппаған және жуығырды шешімін таба қоймайтын үлкен проблема. Сондықтан да алдағы уақытта осы мәселелерді бірлесіп, бірге талқылайық және табиғат пайдалануды сіз бен біз бірлесіп, бірге жүргізейік. Сол кезде біздің мәдениетіміз, экологиялық мәдениетіміз қалыптасады ең бастысы. Көріскенше.